Құрметті әлеуметтік желі қолданушылары. Бүгін сіздермен Сарайшық музей қорының ғылыми қызметкері Нұғманова Назгүл Төлекенқызы сіздер үшін арнайы Атырау облыстық тарихи-өлкетану музейінен бір жәдігер тарихы жобасы аясында музей экспозициясынан орын алған Сарайшық қаласынан табылған хум туралы бейнеролигімізді қабыл алыңыз. Сарайшық қаласы Ұлы Жібек жолы бойында орналасқан, Азия мен Европаны байланыстыратын тарихы тереңде жатқан сауда және мәдениет орталығы болды. 18 ғасырдан бастап Ресей империясының Орта Азияға жасаған саяси әскери жорықтары нәтижесінде Сарайшық конференциялары туралы алғашқы деректер қалыптаса бастайды. Сол бір зерттеулер нәтижесінде 1909 жылы Сарайшықтан бүйірінде арабша жазулары бар үлкен құмыра немесе хум табылады. Орыс казактарының атаманы генерал Дубасов 1910-11 жылдары құмыраның фотосуретін императорлық орыс археология қоғамының шығыс бөлімшесіне жолдайды. Оның мақсаты құмырадағы араб жазуының мағынасын анықтау еді. Бөлімшеде құмырадағы жазуларды шығыстанушы ғалым Самойлович зерттеп, ондағы мәтіндер 11 ғасырда өмір сүрген Жүсіп Баласағұнның Құтты білік шығармасынан алынған үзінді екендігін келтіреді. Құмыраның жоғарғы бүтін жерінде кісі көркі жүз, Б жүз көркі көз, Б ауыз көркі тіл, бұл тіл көркі сөз деп жазылған. Жоғарғы сынық жерінде тағы көрік кісіге білік һәм өнер, сыйлық қылар жанын, біліктілікке ер деп жазылған. Құмыраның бүйірінде бұл құмыра ішіне көз жас құяр болар деген жазу бар. Бүгінгі таңда бұл ерекше жәдігер Атырау облыстық тарихи-өлкетану музейінің археология залынан орын алып, музей көрермендерінің көзайымына айналды. Осымен біздің бейнеролигіміз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңыз үшін рахмет.